Сәлем достар, сіздермен Рая. Бүгін сіздерге анемияны емдейтін, қанша жесең де семірмейтін, құрамында ұн жоқ нан жасап көрсетемін. Менің каналыма тіркеліп, менімен бірге дұрыс тамақтаныңыз. Алдымен 120 грамм чечевицаны суға салып бір түнге жібітіп қоямыз да, 2 ас қасық қаймақ және 1 жұмыртқа, дәміне қарай тұз және разрыхли едел салып, кез келген блендермен жақсылап біркелкі масса болғанша езіп аламыз. Дайын болған қамырымызды кез келген формаға салып аламыз да, кез келген дәнді сеуіп 180 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Оп-оңай дайындалатын нанымыз осылай 45 минутта әдемі болып пісіп шығады. Қанша жесең де семірмейтін, құрамында 1-1 грамм ұн жоқ, ашытқысыз жасалатын, өте пайдалы, еш зияны жоқ нанды сіздер де жасап отбасыларыңызға ұсыныңыздар, балдарға да уайымдамай ұсынсаңыздар болады. Менің рецептіммен осы нанды жасап, нәтижесін комментарийда бөлісіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Рая. Сау болыңыздар.